Dostlar, xabarыңыз бар, бізде ламинатларға кең ассортимент көріп тұрғаныңыздай. Қазір біз 5-4 өлшемдегі бөлмеге ламинат таңлаймыз. Қанша метр квадрат ламинат кететінін сатушы жігітлерімізден сұраймыз. Нұрсұлтан, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Харма жұмыстармен. Біздерге 5-4 бөлмеге қанша метр квадрат ламинат керек? И қазір қандай ламинатлар хит продажа болып жатырды? И олардың бағасы қанша? Сол туралы кішігірім мағлұмат берсеңіз. Болды. Қазір біздерде хит болып отырған ламинатлардан ашық реңдегі ламинатлар, бұлардың ашық рең сайлап отырған көбірден себебі бұларда шаң білінмейді. Сыпырып жуу шарт болмайды енді көбінесе. Бұлар российский ламинатлар қазір прямо Россиядан алып келінеді. Ламинаттың хамесі 32 класс и 31 класспен болып бөлінеді. Мәселен 32 класс 15 жыл тұрып беретін болса, 31 класс үйіңізде 10 жыл тұрып береді. Ол үй шариғатында енді. Қалыңлығы сонда текарының изотқа текарланып, қалыңлығын аған жақсырақ. Мысалы, жетілік үйлер үшін 12-лік деген көп адам жүретін орынларға деп естідім мен өзім, сол дұрыс па? Дұрыс. Бұлар енді 12-лік деп қалыңына қарап үйіне алу шарт емес. Мәселен 12-лікке олар офиске арналған. Каблу көбінше аяқ басылғанмен оларға көбінше тұрып беретін зат керек. Енді үй шариғатына арналғанлар олар негізі 7 мен 8. Жаңағыдай диван, болмаса ауыр мебельдер тұратын болатын болса 8-лік қойған дұрыс болады деп ойлаймын. 8-лік ламинаттан жаңа 5-4 бөлмеге қанша метр квадрат кететінін өлшеп көрейік. Егер 8-лік ламинаттан басатын болсаңыз, оны көбейтеміз. 92 мың 900 сомнан сізге 1.858 мың сомға түседі ламинаттың өзі. Енді қосымша расходлары бар оған. Қалесеңіз фольгадан бассаңыз болады. Астына төсеуге. Қалесе подложкадан істесе болады. Ол клиенттің өзінің қалеуіне қарап шыға береді. Енді подложка басу обязательно деген зат жоқ та. Фольганың не дейді, вазипасы дейді, вазипасы түптекары ламинатқа ызғарлықты өткізбеу. И ламинат ісінбейді. Соқта сізге көплі уақытқа ламинат тұрып бере алатын болады. Енді 5-ке 20 квадрат көбейтеміз. 1.858 мың сом болады, бірақ еледі, мәселен, өзіңізге қарап расход үлкейе береді. Дополнительный затлар қояман дейтін болсаңызда кете береді. Бірақ плюс-минус 2 миллионға бір 5-4 бөлмеге слетсе болады, 2 миллионға слетсе болады. Так, болды Нұрсұлтан, тағы соған сұраулар бар. Дүканымызда ламинатлар қанша мыңнан бастанады? Қанша мыңнан бастанады? Біздер 92 мыңды өлшедік қой. Ол ең премиум варианттағы, Енді ең премиум емес, ең сапасы жақсылардан бірі да. Бұлардан енді арзан бюджетіне қылып сайласаңыз да болады. 59 мың сомлықтары бар, мәселен ламинаттың азы. 59 мың, 79 мың, 82 мың, 82 мың 900 сом, 79 мың сом, өйтіп өзгеріп кете береді бұлар. Енді әркімнің жағдайына қарап дегендей ғой. Мәселен, халық үшін дегендей қаме 59 мың қалесе арзан алсын, қалесе қымбаты. Рахмет Нұрсұлтан, көп жақсы информациялар болды. Меніңше клиенттер де довольны болды. Әзіз достар, егерде сізде үйіңізге ламинат іздесеңіз, тура Береке строй дүканына қарай келе беріңіз. Жаңа көріп тұрғаныңыздай бізде ламинатлар 59 мың 900 сомнан басталады метр квадраты, әмде 92 мың хаттекі одан да жоғары бағаға қарай кете береді. Әзіз достар, сіздің бөлмеңіз қанша метр квадрат? Мүмкін біз енді білмейміз ғой, біз 5-4 бөлмені есапладық. Сіздің бөлмеңіз 30 метр квадрат па, 40 па, 50 ма, комментарийге жазып кетің. Біздің менеджерлар өздері сіздерге қанша метр квадрат ламинат кетеді, қанша мың сомлықтан есаплап берейік, онан тысқары қанша подложка, гармошкалар кетеді, бәрін есаплап, сізге қанша сумма болатынын айтады. Әмде сіз бұл ламинатлардың бәршесін 1 айдан 24 айға шейін ешқандай баслаңғыш төлемдерсіз бөліп төлеуге де алсаңыз болады. Егер де бөліп төлеу туралы толық мағлұмат керек болса, комментарийге плюс белгісін қалдырып кетіңіз. Сізге менеджерлер толық мағлұмат береді. Лайк басып қойың, әмде бұл видеоны ламинат бастыруым керек деген досыңызға жіберіп қойың.